Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ қазақстандықтар үшін жаман жаңалық. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосыңызды сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда азық-түлік тағамы қымбаттады. Өткен аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 0,1%-ға, ал жылдық мәнінде 18,6%-ға өсті. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбегінде 19 атау кіреді. Баға өзгерістері туралы көрсеткіштер апта сайын жаңарып отырады. Бағаның өзгеруі туралы ақпарат барлық облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалалардан және Астанадан жиналады. Ол үшін елді мекеннің әртүрлі бөліктерінде орналасқан тауарлардың кең ассортименті бар әртүрлі типтегі сауда объектілерінен таңдалады делінген хабарнамада. Қазақстан Республикасы бойынша әлеуметтік маңызы бар кейбір тауарлардың орташа бағамы 2023 жылғы 28 наурыз негізінде: айран 2,5% 390 теңге, қырым-қабат 118 теңге, сары май 3602 теңге. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.